Hi, welcome back to English with Shadra. Бүгін сіздермен used to конструкциясымен танысамыз. Used to өткен шақта ұзақ уақыт аралығында үнемі істеген іс-әрекетіңізді айтасыз. Яғни қазір ол іс-әрекетті сіз жасамайсыз. Бұрында істегенмін, бұрында жасағанмын дегенді білдіреді. Мысалы, I used to have short hair. Менің шашым бұрында қысқа болатын, яғни қазір шашым ұзын деген сөз. Ал енді бұл конструкцияны positive, negative, question сөйлемдерінде қалай қолданамыз? Positive – болымды сөйлем. Болым сөйлемді жасаған кезде used to қасына тегетістікті жалғайсыз. Мысалы, I used to play football. Мен футбол ойнайтынмын. Яғни бұрында ойнайтынмын, қазір ойнамаймын деген сөз. Екіншісі negative – болымсыз сөйлем. Болымсыз сөйлем жасағанда өткен шақ болғандықтан did көмеш етістігін аламыз, қасына not жауабын жалғайсыз. Did not немесе didn't. Қасына used to қолданасыз. Сосын етістікті жалғайсыз. Мысалы, he didn't used to be a Manchester United fan. Ол Manchester United'тың фанаты болмаған. Үшіншісі question – сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлем жасаған кезде көмекші етістік did'тен бастайсыз, жақтарға байланысты қоясыз. Содан кейін used to етістікті жалғайсыз. Мысалы, did your children used to like vegetables? Сенің балаларың бұрында көкөністерді жақсы көретін бе еді? Ал енді достар, бүгінгіге осы видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Комментарияға бұрында істеген іс-әрекеттеріңізді used to'ды пайдаланып өз сөйлемдеріңізді жазып, маған лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. See you!